Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен бүгін грешкадан ет салмай, етсіз тамақ жасап көрсетемін. Бір дана жуа, қызанақ, болгарский борщ болса болгарский, бәрін жақсылап жуып алдым. Енді осыларды тұртқышта етіп сақтап тураймыз. Картошканы осылай ұзынша етіп тураймыз. Мен көптеу салып жатырмын. Біздің үйде балдар жақсы көреді. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіз болады. Міне картошкамызды ұзынша етіп турап болдым. Енді бір сәбізді алып, оны теркадан өткіземіз. Үш тал чеснокты тазалап алып, оны ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, туралған жуамызды салып, 1-2 минут қуырып аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей, бәрін кезекпе-кезек салып, қуырып отырамыз. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Осылай қуырдаққа арналған ұнтақ борщымыз бар болса, оны да аздап саламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәм беру үшін осындай кетчупымызды салсақ болады. Кетчуп болса, жоқ болса томатный паста сала беріңіз. Енді туралған картошкамызды салып, үстіне тұз салып, қақпағын жауып 15-20 минутқа жауып қоямыз. Картошкамыз піскенше грешкамызды жақсылап жуып алдым, суға салып пісіріп аламыз. Грешканың үстіне аздап тұз саламыз. Картошкамыз қызарып, әрі жұмсақ болып пісу үшін азғантай томатный паста саламыз. Сосын үстіне қайнаған жарты стакан су құямыз. Бәрін жақсылап араластырып, қақпағын 10-15 минутқа жауып қоямыз. Осылай үйіңізде қалған укроп или петрушка болса, аздап салсаңыз болады. Жоқ болса салмасаңыз да болады. Дәміне қарай тұзын саласыз, тұзын қарап, тағы да 1-2 минутқа жауып қоямыз. Міне грешкамыз пісті, судан сүзіп алдым. Өте жұмсақ болып пісті тамағымызда. Балдарға өте ұнайды осындай тамақ. Сәбізде езіліп пісіп кетеді. Балдар сәбізін теріп тастап отырмайды. Грешканы суға пісіріп болғансын, аздап сармай салып, араластырып қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментария қалдырып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Тамағымыз өте дәмді болып шықты. Ас болсын.